Армысыздар, құрметті оқырман қауым. Панфилов ауданы Қырыққұдық ауылдық кітапханасы елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты қашықтықта отырып жұмыс жасаудамыз. Туған жерге тағзым жобасы аясында өскелең ұрпақты сөз өнері арқылы халқына, отанға, тілге деген сүйіспеншілігін арттырып, ақын шығармаларын насихаттаудамыз. Жерлесіміз ақын Айтқұрман Есімбеков ағамен онлайн кездесу ұйымдастырудамыз. Өлеңдері жеңіл, тілге жеңіл, көңілге қонымды жұмақтары табиғаттың сұлу көрінісін, уақытты тынысын тебірене жырлап, жыр сүйер қауымның ыстық ықыласына бөленіп жүрген ақын. Ендеше ақын ағамызды қосайық тікелей. Аға, сәлеметсіз ба? Аға, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз балам. Ақын елдің ардағы атты кездесу кешімізге қош келдіңіз. Көптеген жыр кітаптарыңыз жарыққа шыққанын білеміз біз. Аудан, қала, ауылдық кітапхана оқырмандары сіздің жыр кітаптарыңызды қолдан қолға жеткізбей оқуда қазір. Енді осы өзіңіз жайлы шығармашылығыңызбен таныстыра кетсеңіз бізді. Шығармашылығыңызбен өзіңіз жайында Так, шығармашылығымен болғанда жаны жайсан көңіл көктемел ағайын. Мен 43 жылы туылғамын. Сонда туған жерім менің тұйық деген жер, құрбан айтта туыппын, өзегінде тұйықтың, жалаң аяқ жүріппін, арасында бұлыттың. Әкеме сол бір атырап мекені атам заманнан лай қара топырақ, қабырға тастан қаланған. Қоржын үйдің бейнесі, елестер ыстық көзіме, тақыр қарын пердесі жап жарық еді көзіме. Балалар мәз болатын сыбызғы жасап қурайдан, әжелер сабау алатын қобылды қызыл ырғайдан. Жоңғардың сұлу бөктері қаздай қиғаш кесілген, өмірдің жастық көктемі шығама шіркін есімнен. Мен 43 жылда тудым, сондықтан құрдастарым деген өлең бар. 41 мен 45-те туғандар, өрт пен селдің ортасында тұрғандар. Анасының жаял қып көйлегін көз жасымен кіндік қанын жуғандар. Маңдайына балалығын жазбаған, кеудесінде қайғы шері маздаған. Құрдастарым тіршілікте аздаған, тумай жатып өліп кете жаздаған. Ата-анаға көрмеді олар еркелеп жамылатын тері тулақ көрпедеп. Жар қанаттай жетімдігі жабысып қыр соңынан қалмай тұғын желкелеп. Көзден жас көкіректен қайғы кетпей, жалаң аяқ ер жетті, нанға жетпей. Аналардың көңілінде сарыуайым құр сүлдері жүретін солған шөптей. Көккен нардай жүректерге зіл батпан. Ерместей көңілдерге мұз қатқан. 75 жыл жетім сірек келеміз, көңілі көктем жаны жайсан құрдастырың. Ал енді мен өзімді таныстырмадым. 43 жылы тудым деп айттым. 59 жылы октябрьдің 40 жылдық қолқасында көмекші шопан болып жұмыс істедім. Жұмыс істегенде 5 жыл жүрдім. Сол уақытта табағына Сарыбелден бастап таудың бөктеріне мен баспаған тас қамаған болу керек. Қашама деген жердегі өлеңім сол кездерде туған. Қашаманың жолдары қолдағы қалам ізіндей, демеңіздер болмады айталман жырғып өзіндей. Таудың шыңын көрем деп қарасаң өрге төменнен, бөркің түсер дөңгелек шалқайғанда төбеңнен. Тау өзені күрілдейді, ырғыса тастан секіріп, иірім тартып дірілдейді, ақ сабын боп көпіріп. Аралап жоңғары шатқалың, келеді шыңның басынан, толқыны соқса тастарын жағаға моншақ шашылған.
Рахмет. Так. Еңбегіңіз берсін дейді. Мен көбінесе жайлауға да жүргендіктен жайлау туралы көп оқиын. Шыбар арча көп жартас жүрекшек шыңның бөктері. Көгілдір өзен өрген шаш таптырмайды өткелін. Жоңғардың үсті сар қасқа қар жамылып бұлдың көз жіберсең жартасқа әжемдей жаулық бүркенген. Тауда жүргеннен кейін үйсіз болмайсың. Үй болады. Ақ үйді. Бірге сенде ақ үйдің ошақтағы от лаулап, ақ көйлегі сәбидің сарала болды көкке аунап. Дорбада қатыр әркілдеп, моншадай сарсу тамшиды. Қайнаған қазан бүлкілдеп, еттің иісі аңқиды. Сар самауырын сыздықтап, иығынан ентіккен. Асықпай әже чай дұрттап, нан турайды кездікпен. Ал енді таулар туралы айтып келгенде, осы өзімнің өмір тарихымда айтпадым. Өмір тарихымда 16 жыл үшешік болдым. Октябрьдің 40 жылдық колхозында 6 жыл бригадир болдым. 8 жыл мал азығын дайындайтын ірі сабақты Рахмет. Ірі сабақты мал азығын дайындайтын шөпті басқардым. Сонда біздің колхозда 9 бригадир бар. Кезінде. 9 бригадир бар. 9 бригадирдің басы Сарбелді аяға дүгенде, соның барлығында аралап жүремін. Кейде мені іздеген адам таппайды. Сарбелге кеткенімді, Лишнапқа кеткенімді, Адганға кеткенімді. Тек қана ертең сағат 7-тен сағат 9-ға шейін Кармасақта отырам. Кармасақта шөпке қанша машина кетті, селесқа қанша машина кетті. Соның алып, ертесі күні соны тексеремін. Тексеріп шығып, сол жұмыста 8 жыл жүріп, колхоздың тарағанға кейін, колхоздың кейін жеке шаруа қожалығын істедім. Бұның бәрін енді менің өмір тарихымда айтуға мүмкін таусамын деп айта алмаймын. Енді бұның бәрі туған жерде болғаннан кейін туған жер туралы, туған жердің топырағы. Туған жердің топырағы тәтті арман, кіндік қаным тамған күні басталған. Әкем марқұм көбелектей елпілдеп қара жерге жайып дастархан. Анам тесіп алған кезде құндақтан жалаң аяқ табаныма құм батқан. Адамдардың қасиеті сол шығар жұдырықтай жүрегімді тулатқан. Әкем шебін әкелетін алыстан. Балағыма ол жусаны жабысқан, тіршілікке талпындырған ізғарман ерге жігер береді екен намыстан. Ойламайтын қанша қырдан асарын, мақтай данам отын жаққан ошағын. Сол ошақтың қазанындай қайнатқан туған жерде маған ыстық отаным. Егін егіп, енді бұл қысқа ғана оқиын. Егін егіп мал баққан ел ағайын, мінезің бар жайдар қарапайым. Өзгеден бақыттырақ көрінетін бөліп ішіп отырса қара шайын. Бұны айтап отырған, мына қазіргі вирус деген бәлеңіз келіп жатыр. Адамдардың бәрі қыл үстінде жүргендей тебіреніп жүреміз. Бұл тебіреністің өзі уақытша қасиет, соғыс болған жоқ. Соғыстан ары жер шарын жаулап бара жатыр. Ал біздің елге, қазақтарға, ауыз бірлік, ынтымақ керек. Ынтымақ болу үшін алдыменен отбасымыздан әр үйдің өзіміздің баламызды, өзімізді, жанұямызды сақтандыра білсек, үйде отыра білсек, сонда жаумен соғысқандай болады екенбіз. Сонда халыққа да, отанға да біздің үлесіміз қосылған болады. Кейбіреулер ойлайды ғой, біз үйде отырмыз, көшеде ел не болып жатыр екен деп, көшеде елді көремін деп жүріп, өзіміз бірліктіріп қосылып алмайық. Бір, екінші, біз жан жақтан біздің Қазақстанға келіп жатқан қандастарымыз бар. Бұл қандастарымыз келе берсе, біздің беле берсе, бастық дегенде қайтадан бір вирусты қайтадан жалғастырып жүреміз. Сондықтан ел ағайынға айтарым, сау болсын, сабыр сақтасын, өзіміз қорғай білейік, ағайынды ініге бірімізге жуытты, бәлгі той думаннан бұрын
Бармасақ та үйде отырған сол тілеулес болғанымыздың өзі бір қанібет болу керек. Жұдырықтай жүрегің бір ғасыр ет, ақ жүрсең болады бір ғасыр ет. Жасың жүзге келсе де ел жұртыңмен қара жердің үстінде сыйласып ет. Мына онлайн программасына осы ауылдағылармен араласқан сіздерге соны жаңалықты халыққа таратамыз деген сіздерге рахмет. Айтарым менің осы. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Оқырмандарыңыз сұрап жатыр аға, қаншыншы кітабыңызды жазып отырсыз дейді, жазудасыз дейді. Қанша кітабыңыз шықты осы уақытқа дейін деп сұрап жатыр оқырмандарыңыз. Так, менің өзімнің 19 кітабым жарыққа шықты. 20 кітабымды жазып жатырмын, осы биылғы күзге шейін 20 кітабым шығады. Бір, екінші біздің аудандағы ақындардың, әр жердегі ақындардың топтамасында 9 ақын кітабым қосылды. Соныменен 29 кітап. Менен біреу сұраса, айтарым. 2 ұл, 1 қызым бар. Так, 29-ды қосқанда 32 барам бары. Жақсы. Шығармашылық табыс тілеймін дейді оқырмандарыңыз. Рахмет. Бір кітапты бір баламмен есептеймін ғой. Бір кітап 1 жылда әрен жаздадым. Мен 2001 жылда жазуды бастағанмын. 20 жыл 20 кітабымды жазып отырмын. Аға, енді мынандай бір сұрақ туындайды. Осы кей ақындарды айтып жатады ғой, бізге шабыт, өлең жазу уақыты, түннің бір уақытында өлең жазамыз дейді. Ал бір ақындар айтып жатады, таң рауанда батып келе жатқанда, күн шығып келе жатқан кезде бізде өлең туындайды дейді. Сізде қай уақытта өлең сізге шығарасыз өлеңіңізді? Өлеңді мен отырып үстелге отырып өлең жаза бермейді. Өлеңді жазғанда бір күн шабытың кемесе, өлеңнің ұйқасы тұталмаса, 10 шақты күн өлеңге де жазбай, кітапты оқымай жүре беремін. Бір күні шабыт келеді. Өзі өлеңнің ұйқастары басталады. Кәдімгі толғатқан адам сияқты. Сол толғағым келген уақытта жаза беремін. 2-3 күнге шейін жазамын. Жаңағы сөнген 2 күннен кейін менің жазып тастағанымды қайталап оқимыз. Бұл әлгі айтыс ақындар емес, бұл деген кәдімгі ойменен толғанып айтар сөзіңді ел тыңлайтындай, елді жүзінің қанша қателігі бар, қанша түзу бар, қайерден не бердің соңғы шейін бақылап отырып, жаңағы жазған 3 күн жазғанымды қайтадан 3 күн қайталаймын. Сонан кейін барып шешебекке көшіріп баспаға сынуға болады. Рахмет аға, қаламыз қарымды болсын дейді, деніңіз сау болсын деп тілек айтып жатыр оқырмандарыңыз. Аға, Жаркент туралы жақсы өлеңдеріңіз бар еді ғой? Жаркент туралы оқиын ба? Иә, Жаркент туралы жақсы өлеңіңізді оқып берсеңіз. Сіздің қай кітабыңызда болса да Жаркент туралы өлең жолдарыңыз бар. Жақсы бір оқып берсеңіз. Ел ойлайды, Жаркентім дегенде бір кітабыңдағы өлеңді бір кітапқа қайталап жазып жатқан шығарсың. Жоқ, сіздікі қайталанбайды. Сол көп жазылмайды ол. Өйткені бір күнде жазылмаған сөз, келесі жыл анау жылдар әртүрлі келеді. Сол Жаркентімді күне қызықтырар қырбасынан көруге Жаркентімді күндасығам. Мәуелі көк түректің жапырағы аумайды ерке қыздың сырғасынан. Ерекше сұлу қала көріктенген көгілдір талмен терек көрік берген, мөлдіріп арықтағы жатқан сумен мақпалдай ерке самал еріп келген. Бөленген рақатқа айдындағы аққудың мамырындай бауырындағы алуан түрлі жемісі жыған тұрғандай мейіріңді қандырғалы. Еңсесі биік үйлер ақ күліндей, кінәсіз жас сабидың пәктігіндей, тақтайдай кең көшемен жүрген сайын өзімді сезінемін жас күнімдей. Өсірген берекесін барша ұлдың, көркіне келбет сай бұл дәуірдің. Құмырсқа илеуіндей базарында иісі бұрқырайды бал қауынның. Керемет дейді. Рахмет аға, керемет, жақсы деп
тілек айтып жатыр, мақтау айтып жатыр. Аға, бір оқырманыңыз айтады, рәміздер туралы өлең шығарсаңыз нұр үстіне нұр болар еді дейді. Так, мен рәміздер тұрған өлеңдерім бар. Бірақ мына өлеңді 19 кітапта, қай кітапта жазып жатқан өлеңді мен жаттай алмай қаламын. Өлеңді жаттағанға жаңағы өлеңді жастарқа көшірген шақтың санамда жүреді. Содан кейін келесі кітапқа өткенде ұмытылып қалады. Бірақ қай кітапта жаңағы сіздің сұрағаныңыз екенін оны мен толық айтып бере алмаймын. Өйткені 19 кітап деген менің 19 жылғы өмірім. 19 жылғы өмірімде мен бәрін жаттап жүретіндей, әркім ойласаң басымда мұсырны жасық емес шығар деп ойлаймын өзім. Дұрыс. Енді оқырмандардың сұрап жатқаны ғой. Бір оқырман сұрап жатыр, биыл Абай Құнанбаев ұлы ақынымыздың 175 жылдық мерейтойы дейді. Сол ақынға арнап шығарған өлеңіңіз бар ма еді деп сұрайды. Бар, бірақ ол неде оны іздеп отырмын, келіп отырмыз. Бар, ол Абай туралы рахмет. Өлеңдері бар екен оқырмандар ағамыздың. Ендеше мына бір өлеңін оқып кетейін ағаның. Өмір өзен, қытымыр тас кемірген, жолаушымыз ілесіп көште жүрген, шығармаңдар ағайын естеріңнен. Жаңағы қатал тағдыр күтеді алдарыңнан деп, жаңа мына қазіргі елімізде болып жатқан төтенше жағдайды ескерте кетеді осы өлеңменен қалың жұртшылығына. Аға, шығармашылық табыс тілейміз, оқырмандарыңыз жақсы тілектерін ойларымен бөлісіп отыр. Бізге жаңағы кездесуге келіп, біраз өлеңдеріңізбен бөліскеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Жаңағы шығармашылық шабыт тілейміз сізге. Жазарыңыз, айтарыңыз, өлең жырларыңыз көп болсын. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз, деніңіз сау болсын, халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Деп осымен ақын елдің ардағы атты онлайн кездесуімізді аяқтайық. Қатысып отырғандарыңызға үлкен рахмет айтамыз. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын деп айтайық. Ой, рахмет балам, енді бір минут шыдай тұр. Мына қазақ әдебиетінде, бұл сыртында ғой. Қазақ әдебиетінде Қабдеш Жұмаділовтың 27 желтоқсан 2019 жылы басылған Орбұлақ шайқасы тарихта болған емес деген мақаласы бар екен. Осыған арнап мен 12 бет толғау жаздым. Енді келесі бір неде осының жаңа Алматыменен сөйлестім. Пока мына бұрыш біткенше сіз онлайн программасына беріп тұрсаңыз қысқартып, содан кейінге хабарласыңыз дегендей сөз айтты, өтініш білдірді. Соған келесі жолы бір ұйымдастырып берсе, ауылдағы өзіміздің қызымыз болса да, қайсы болса да, мен ол кезде мұндай көп сөйлемеймін, аз ғана сөйлеймін. Орбұлақ шайқасы біздің Жаркентте болған рас, ешкім көз жұмбайды, тасқа басқан таңбадай шындық. Бұны басында былай деп жаздым. Құнарындай майлеттің, ұрпағымын Жаркенттің, болжаумен атқан оғына тұрамын қарсы Қабдештің деп бастадым. Бұл өзі кәдімгідей 74 шумақ. Соғанда үлестеріңізді қоссаңдар, мен өріс біткенде кейін бірақ баспаға беремін. Жарайды аға, өз ойыңызбен бөліскеніңізге үлкен рахмет. Жазарыңыз көп болсын, оқырмандарымыз көп болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыз. Ой, рахмет балам. Оқырман менде емес, сендерде көп болсын. Сендерде халық үшін, осы ауылдың жастары үшін, ел үшін жұмыс істеп, библиотекада ертеден кешке жақын отырып, үйдегі жұмыстарға қарамай жүгіріп жүрген жандардың